уақытты кері айналдыруға болатын болса, мен Жапонияға келер едім. Көп есейдім деп айтсам болады. Орысша сөздерді араластырып сөйлейтін едім. Офиста отырмын, мамалар ойбай не болып деп сөйтемін. Мысалы, жұмыста азаннан кешке дейін ағылшынша сөйлеймін. Деген сияқты қылып. Осы себеп үшін де мен Жапонияға анама хабарласып, мама, докторантураны оқымасам сіздер ренжімейсіздер ма? 25-ші жылы келіп, өткен жолды қайтадан бастайсың ба деген кезде, ең кішкентай болдым, ана достарымның арасында бір болатын тақырыптарды қозғадым деп ойлаймын. Аянда қытайша сөйлеген кезде біртүрлі басқадан сөйлеген сияқты болады. Балабақшадағы балаларын қазақ деп ойлап жүр ғой. Ал қазақтар шошқа жемейді. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен жалпы жеке тақырып жөнінде сөйлескім келіп тұр. Уақытты кері айналдыруға болатын болса, мен Жапонияға келер едім. Немесе 2025 жылы мен Жапонияға келіп бәрін басынан бастайтын болсам, мен Жапонияға келер едім деген сияқты тақырыпта сіздермен сөйлескім келіп тұр. Қызық болса соңына дейін көріңіздер. Жалпы біздің каналды қолдап кетіңіздер, жазыла кетіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Жапонияға қызығатын достарыңыз болса, таратып қойыңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Жалпы бірінші сұрақ, яғни уақытты кері, яғни 2017 жылға айналдыратын болса, онда мен Жапонияға келер едім. Бұл сұраққа менің жауабым иә. Неге? Себебі мен осы Жапонияға келген кезде көп есейдім деп айтсам болады. Неге, қай жағынан? Мысалы, мен Жапонияға 2017 жылы мен 23 жаста едім. Сөйтіп докторантураға келдім, бірақ 20 жылдан бастап осы Жапонияда тұрақты түрде тұрып жатырмын да. Яғни ол кезде мен 26 жастамын. Бұлай ойлап қарасам, ересек қой, 26 жас деген, аз жас емес деген. Көп жасамасам да деген сияқты. Сол кезде, мысалы, өзімді мен Қазақстанда жүрген кезде ересекпін деп ойлайтын едім. Көптеген нәрселерге біртүрлі мен ақылмен, қазір ойлап қарасам, ол кезде мен әлі бала болған екен ғой деп ойлаймын да. Неге деген кезде, мысалы, көптеген жаңа оқиғалар бар, соған қатысты деген, соның бір-екеуімен бөлісе кетейін. Біріншісі тіл мәселесі. Мен шынымды айтсам, Қазақстанда жүрген кезде мен орысша сөздерді араластырып сөйлейтін едім. Және енді мойындағаныма маған қиынырақ әрине, бірақ сонда да қазір мойындайын. Біртүрлі орысша қосып сөйлесем, өзінше емес, қалай айтсам болады. Заманға сай деген сияқты бір түсінік болатын еді. Және де қазақ тілінің қадірін жетік білдім деп айта алмаймын да. Неге деген кезде, мен сол кезде мен негізі достарымның арасында кәдімгідей қазақшаны жақсы сөйлейтін, енді достарым ренжімесін әрине, бірақ жаңағыдай қазақшаға сөйлеген кезде ешқандай да жаңағыдай кейде әдеби деген сияқты деп айта кетсем қалай болады екен. Бірақ солай сияқты сондай сөйлейтін достарымның қатарында мен сондаймын да, бірақ оның өзінде мен қазақ тілін дұрыс түсінбеген екенмін да. Неге? Мысалы, мен бұрын Жапонияға бірінші келген кезде 2017 жылдары офиста отырмын, жұмыстарын жасап, сосын үйден мама папа телефон соққан кезде өзімше, енді сол кездегі ғой, енді кішкентай балалық қой, былай ойлап қарасам, мамаларға өзінше ана сөзінің арасында ағылшынша сөз қосатын едім ғой. Сосын мамалар не болды деп сөйтіп айтқан кезде, менің өзі әке-шешем қазақ, кәдімгідей таза қазақша, орыс тілдің өзін негізі қазір ондай біледі деп айта алмаймын да. Біледі әрине, түсінеді, бірақ көп қолданбайды. Сөйтіп өзімше ағылшынша сөздерді арасына қосатын едім да. Енді оңай сөздерді түсінбей қалатындай емес, сондай түсінесіз, мамалар ойбай не болды деп сөйтетін. Ой, мама, сіздер түсінбейсіздер, мен мына жақта деген ағылшынша кітап оқимын, ағылшынша сөйлесем, қазақ тілін мүлде қолданбаймын ғой мен деген, сөйтіп үйреніп кеттім ғой деген сияқты айтатын едім да. Қазір енді күлкім келеді оған. Неге? Себебі біз қазір үйде 2 бала өсіріп жатырмыз, Аян екеуміз. Мысалы, Аян ол Қытайда өскен, Қытай тілін жетік біледі, жалпы достары да Қытай, бірақ үйінде қазақша сөйлейді. Жалпы Аян Қытай, ұйғыр, ағылшын, жапон, қазақша ғой, енді қазақша, өзіміздің қазақша. Бірақ үйге келген кезде біз таза қазақша сөйлейміз. Мысалы, мен өзім ағылшынша, орысша, қазақша, жапонша кішкене, сол тілдерді біле тұра, біз үйге келген кезде таза қазақша сөйлейміз. Аянды бірде-бір қытайша, ағылшынша, жапонша араластырмай, мен де ешқандай тілді араластырмай. Бірақ біздің жұмысымыз, мен мысалы жұмыста азаннан кешке дейін ағылшынша сөйлеймін. Көретін жаңалықтардың бәрі ағылшынша.
Бірақ балалардың көзінше біз басқа тілде ақпарат көрмейміз. Негізі біз жаңағыдай электрониканы көп қолданбаймыз балалардың көзінше. Аянның да жұмысы азаннан кешке дейін жапонша, ағылшынша, одан кешке таман бір жаңалық бір нәрсе өзі көретін болса, тек жапонша болмаса ағылшынша, қытайша көреді. Бірақ біз балаларға келген кезде үйде мысалы тамақ, шай бірге бәріміз отырған кезде ешқандай да тілді алмастырмаймыз. Бірақ сол кезде бір балалық болды да, мен өзімше, ой, менің тілім қазір араласып кеткен, мен мынандай тілде сөйлеп жүрмін, мама сіздер түсінбейсіздер деген сияқты. Сонымен енді біз Қазақстанға Аян екеуміз барған кезде көп достарымыз бізге сөйтіп айтады, ой, Жадыра, біз деген азаннан кешке дейін орысша сөйлейміз, бүйтеміз, сөйтеміз, араластырмау мүмкін емес деген сияқты айтады да. Сол кезде біз Аян екеуміз енді оларды күштеп, ойбай қазақша сөйле деп айта алмаймыз, бірақ бір-бірімізге қарап күлеміз, деген сияқты қылып ше. Осындай сияқты бір балалықтар болған болатын. Сол себепті мен шынымды айтсам қазір соған өте қуанам. Осы себеп үшін де мен Жапонияға қайтадан келуші едім. Егер уақытты қайта айналдыратын болсам, сол тілдің қадірін білу үшін. Әрине, одан бөлек мен айта берсем өте көп, менің отбасым бар, балаларым бар, жолдасым бар, қазіргі жұмысым бар. Бәріне ризамын, Аллаға шүкір. Сол себепті Жапонияға уақытты қайта айналдырса да, мен сол өткен жолдан қайтадан өтер едім. Әрине, қиындықтар болды. Мен тіпті анама хабарласып, мама, докторантураны оқымасам сіздер ренжімейсіздер ма, қайтсам бола ма деген сияқты кездерде болған болатын. Бірақ оған қарамастан мен Жапонияға қайта келуші едім. Енді 2025 жылы келіп, өткен жолды қайтадан бастайсың ба деген кезде, енді мен 2025 жылы мен 31 жастамын ғой. 31 жаста болсам, қайтадан бастар едім десе, мен мүмкін бастар едім. Неге? Себебі ештен кеш жақсы, ештеңеге де кеш емес. Мысалы, Жапонияда мен докторантура оқып жүрген кезде, ол кезде 26 жастамын ғой, сондай жастамын. Мен ең кішкентай болдым ана достарым арасында. Бір достарым 32-де, 34-те, 35-тегі бір қыздар да болды. Олар да оқып жүрген болатын докторантураны. Мысалы, соларға қарап мен өзімді деп анда не қылатын, маған айтатын, сен кішкентайсың ғой деп ше. Бірақ өзім ол кезде мен кішкентаймын деп ойламайтын, бірақ қазір ойлап қарасам, мен оқудың ешқандай да уақыты ерте кеші жоқ деп айтар едім. Сол себепті келіп осы жаққа қайтадан оқыр едім, бәрінде қайтадан бастар едім деп айтар едім. Сол себепті жастарыңыз 35-ке келіп жатса, еш мұңаймаңыздар, бәрін қайтадан бастауға болады. Жалпы осы бүгін сіздерге айтқым келгені, білмеймін ғой, біреулерге сондай бір кішкене түрткі болатындай тақырыптар қозғадым деп ойлаймын. Тіл мәселесін адамның өзіне байланысты. Кейбіреулер маған Аян кейде айтады, мен ана бір телефонмен бір жұмыстарды бітірген кезде, телефон соққанда орысша сөйлеген кезде маған Аян айтады, сен кішкене өзгеріп кеткен сияқтысың деп ше. Өзгергенде жаңағыдай сөйлеуіміз өзгереді ғой. Соған адамның жаңағы сырттан қарағанда мүмкін несі қалпы өзгеретін сияқты ғой. Енді сол кезде маған өзгеріп кеттім деп едім. Мен де кейде Аянда қытайша сөйлеген кезде біртүрлі басқадан сөйлеген сияқты болады да. Бірақ қазақша сөйлеген кезде біз нақ өзіміздің қалпымызға келеміз да. Сол себепті өзіміздің қазақ тілімізді құрметтейік. Бұл жерде мен қазақ тілден басқа тілде сөйлеме деп айтып жатқан жоқпын. Себебі бізде олай емес та. Мысалы, бізде бірнеше тіл білеміз, Аян да бірнеше тіл біледі. Бірақ соған қарамастан біз өзіміз үйде қазақи тәрбиені жақсы көреміз да. Аян да, мен де, балаларымыз, мысалы, Нашатай да қазір жапонша балабақшаға барып жүрсе де, үйге келген кезде тек қазақша сөйлейміз. Ол тіптен балабақшадағы балаларын қазақ деп ойлап жүр ғой. Қазақ деп ше. Өткенде бір қызық оқиға болды. Балабақшаға барсам, апай айтып жатыр да, бүгін ана бутанику, шошқаның еті, соны енді Нашатай жемейді ғой, сонымен басқа балалар жеген кезде Нашатай мен де жеймін деп айтқан екен да. Сонымен мұғалімдер айтып жатыр, біз саған болмайды деп айтқан кезде Нашатай неге деп сұрады дейді. Сол кезде оған түсіндіре алмадық. Соны сіздер түсінсеңіздер деген сияқты қылып. Сосын үйге келіп Аянда мен де сөйтіп түсіндірдік. Олар да қазақ қой, неге жейді? Сосын біз оған Аян Нашатайға сөзбен түсіндіріп бердік. Олар жапондықтар, сен қазақсың, ал қазақтар шошқа жемейді деп сөйтіп түсіндірсек, мен қазақпын ба, онда мен шошқа жемеймін, бутанику жемеймін деп сөйтіп айтты да. Соған біз өзімізше риза болып қалдық. Осылай меніңше
бөлінгендігі емес, бірақ сондай өзінің тегін, тілін, ділін, дінін біліп жүрген дұрыс деп ойлаймыз. Сіздер қалай ойлайсыздар, сол туралы астына пікір қалдыра кетіңіздер. Жалпы осы. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.